Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге бизнес және мотивация туралы қазақ тіліне аударылған үздік бестселлер жайлы айтатын боламын. Әлемдік бестселлер кейінгі кездері қазақша жиі аударылып жүр. Бұл тенденцияға оқырман қуантатыны белгілі. Бірінші кезекте аударма сапасының көңілден шыққаны маңызды десек, одан кейінгі ретте дизайны, маркетингтің тәсілдері де басты назарда болады. Қаржы, бизнес, мотивация туралы бестселлердің қазақша нұсқаларынан топтамаларын сіздерге тарту етейін. Ақша психологиясы. Морган Хаузел. Ең ақылды әрі табысты адамдардың өзінде ақшаға қатысты мәселе болуы мүмкін. Оның себебі неде? Кітапта қаржылай табыстың неден құралатыны сөз болады. Кітап авторы бұрын Лос-Анджелестегі қымбат қонақ үйде істеген. Сол кезде өте бай әрі Wi-Fi роутерлерге арналған құрамда сатты патентпен алған бір жас жігіт әлгі жерге жиі келеді екен. Оның қаражатпен қарым-қатынасы Морган Хаузел сенімсіздік пен ақымақтықтың қойыртпағанына теңеген. Мысалы, бірде қонақ үй қызметкерлеріне бір бума ақша беріп, алтын тиындар алуды тапсырады. Сөйтіп, сол тиындарды мұхитқа лақтыртып, кім әрірек тастай алады деп достарымен жарысқан. Көп ұзамай автор сол адамның банкрот болғанын естиді. Кәсіби тәжірибесі мен өмірден түйгені бар нәтижесінде Морган 10 жерден ақылды болса да, эмоциясын басқара алмаған адам қаржылық былыққа батады деген ойға келеді. Ал қарапайым адамның өзі керек машықты дамытса, бай бола алады дейді. Үлгі ретінде жанармай бекетінде де тазалықшы болып та істеп көрген Рональд Джеймс Ридті келтіреді. Оның да оқиғасы қызық. Бұл туралы толығырақ кітаптан оқи аласыздар. Лауазымсыз көшбасшы. Робин Шарма. Өмірдегі және бизнестегі шынайы жетістік туралы хикая. Кітаптың басты айтар ойы: әркім өз өмірінің қожасы. Бақытты болуда, бақытсыз болуда, жауапкершілік алуда, алмауда өз таңдауыңыз. Бас кейіпкер Блейк Дэвис Нью-Йоркте тұрады. Кітап дүкенінде істейтін ол жұмысына да, әріптестеріне де жалпы өміріне өкпелі. Ата-анасынан ерте айырылған, Ирактағы соғысқа қатысқан, өзін таба алмай жүрген адам. Сондай сүренсіз өмір сүріп жүрген кезде оған әкесінің ескі досы жолығады. Кейіпкердің өмірі содан кейін жақсы жаққа өзгере бастайды. Компанияда вице-президент болып өсіп, үйленіп, балалы болады. Оқырманға көшбасшы болу үшін лауазымның болуы міндетті емесін ұғындыруға тырысады. Атом әдеттері. Джеймс Клир. Үлкен жүйенің бөлшегі саналатын кішігірім әдеттерді атом әдеттері дейміз. Бір қарағанда байқалмайтын, күнделікті жасалатын әдеттер бір-бірімен байланса келе, айтарлықтай нәтижеге қол жеткізуіңізге септігін тигізеді. Айталық, күн сайын әдеттерді бар болғаны 1%-ға жақсартып отырсаңыз, жыл соңына қарай бұрынғы өзіңізге қарағанда 37 есе мықтырақ бола түсесіз. Сол сияқты жыл бойы 1%-ға нашарлай берсеңіз, 37 есе деградация болады. Автор мықты нәтижеге жеткісі келген адамдар мақсат қоюмен бас қатырмай, жүйе яки процеске мән берсін деген ойды жеткізгісі келеді. Жаман әдеттерден арылу үшін ертеңнен бастап өзгеремін, жаңа адам боламын деуде бос әуре. Бар болғаны жүйені реттеу керек. Аяқ киім сатушы. Фил Найт. Nike әлемдегі ең танымал брендтердің бірі. Компания негізін қалаған Фил Найт бүгінде байлардың көшін бастағандардың қатарында болғанымен, кезінде Adidas кроссовкасын алуға жағдайы келмеген. Жарты ғасырдай уақыт бұрын студент болып жүріп, Фил әкесінен $50 қарыз қалып, Жапониядан кроссовка алып сатумен айналысып бастайды. Сөйтіп бизнесі өрлеп, бүгінде компаниясының жылдық айналымы $30 миллиард асып жығылады. Бақ беттеріне сұхбат бере бермейтін Фил Найт бұл кітапта бар сырын ашады. Аяқ киім бизнесі қалай басталғанында толықтай баяндалады. Тиыннан теңге құрайтын бала. Рон Либер. Кітап авторы Нью-Йорк Таймс колумнисі. Мұнда балалармен ақша туралы қалай сөйлесу керегі жайлы жазылған. Сыйлық сыйлау әдебі. Телефон алып бергенде нені ескеру қажет. Бала кезден үнемдей білу. Басқалармен бөлісу. Ақша жұмсау жайлы құнды кеңестер бар. Бала психологиясы.
тәрбиесі жайлы ізденіп жүргендерге арналған кітап. Ата-аналардың көпшілігі баласымен ақша туралы сөйлесудің жолын білмейді. Ол тақырыпты жабық санап, талқылауға қысылатындары да болады. Бірақ баламен қаржы сауаты жайлы сөйлесу керек. Бастысы ебін таба білсеңіз болғаны. Күнделікті әңгіме, тәрбие арқылы жомарттық, қамқорлық, шыдамдылық пен үнемшілдік секілді қасиеттерді де бала бойына қалай сіңіруге болады. Жалпы ақша туралы сөзді қай жастан бастап қозғаған дұрыс? Көп пен жеткіліктің ара жігін қалай ажыратамыз? Осы және өзге де маңызды тақырыптар кітапта тарқатылады. Таң шапағаты, миллионер, Хал Элрод, Давид Осборн, Онере Кордер, миллионерлердің көбі таңмен таласып ерте тұрады деседі. Демек, мұнда жатқан бір сыр бар. Кітаптағы басты ой мынандай: ерте тұру, дұрыс жоспарлау, дамуға арнайы уақыт бөлу, қаржылық еркіндікке апаратын төте жол. Әрине, айту оңай, кеш тұрып жұмысын таңға жуық бір бітіретіндерге қайтпек керек. Алдымен осы кітапты оқудан бастаған абзал болады. Мұнда байып, жағдайын түзегісі келетіндердің қалыптасулары, керек әдеттері жайлы айтылады. Күн шыққанда оңай оянып, күш-қуаты толы болып жүрудің құпияларын осы кітаптан білесіз. Өміріңді өзгертер қарыс қадам. Роберт Маурер. Өмірді жақсартатын нақты мақсаттарға жету жолы оңай емес көрінеді. Бір бастап артынан тастап кететін жайт жиі болады. Әлдекім темекі тастағысы келіп, түрлі әдісті байқап көреді. Бірақ нәтижесі көңіл қуантпайды. Оның себебі неде? Автордың айтуынша, бәрі адамның өзгерістерден қорқатын түп санасына байланысты. Миымыз қорқыныштан сол қадамдарға қарсы тұруға итермелейді дейді. Әйтсе де оны жеңудің, дұрыс жолға қоюдың тәсілі бар. Ол жапониялық кайзен әдісі. Әлде бір мақсатқа жету үшін кішігірім болса да тұрақты қадам басып отыру керек. Кайзенді бүгінде алпауыт корпорациялардың дені қолданады. Қарапайым адамдарға да өміріне енгізуге әбден болады. Роберт Маурер кайзен әдісі арқылы өмірді қызығырақ етіп, кедергілердің оңай өтудің жолдарын бөліседі. Инноватор бол. Ави Йориш. Израилдің әлемдегі алға жетелеген жаңалықтары мен жетістіктері баяндалған. Израилдық өнертапқыштардың ашқан жаңалықтарын жаза отырып, миллиардтаған адамның өмірін өзгертуге сеп болған очерк. Мысалы, 2003-2004 жылдары омыртқа хирургиясындағы алғашқы ассистент робот жасалды. Робот алгоритмі бел омыртқаны мұздату бойынша жүйе құрастырады. Сөйтіп, сол өнімді Израил мен ақш емханаларындағы мәйіттерге салып, сынақ жасайды. Жүйе құйрықтың орнын ауыстыруға емес, олардың жақсырақ нәтижеге қол жеткізуге көмектесу үшін құрастырылған. Ол науқас денесіне тікелей жабыстырылады да, құйрықтегі операция жасалатын нақты орынға бағытталады. Тесік орны қажет орыннан 1 мм, адам шашы жуандығының 5/1 дәлелдікпен көрсетіледі. Осы дәлелдіктің арқасында құйрықтердің операция кезіндегі жолым мен қан тамырларын жарақаттау ықтималдығы азаяды. Ави Йориш кітабында бұдан бөлек тағы ондаған IT компанияларының табысқа жету оқиғасын баяндайды. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.